Қайырлы кеш достар. Бүгін мен сіздерге ақша жинаудың бір тәсілін көрсетпекпін. Мен былтыр 2022 жылдың қазан айынан бастап жалақымды, табысымды осылай үнемдеп жинауға бел будым. Мысалы, былтыр қазан айында бастаған едім. Қазан айында менде 129 мың теңге үнемделген екен. Сол секілді қаңтар айында 105 мың теңге үнемделген екен. Сол секілді сәуір айында 86 мың 500 үнемделген екен. Ол үшін не істейміз? Ол үшін табысыңызды қолыңызға тиген бойда 3 конвертке бөліп салыңыз. Бірінші конверт 60%, ол сіздің тамағыңыз. Екінші конверт 10%, ол коммуналдық төлемдер. Үшінші конверт 10%, басқа да қосымша шығындар. Қалғанын осылай мен сияқты үнемдеп белін бекем буып жинай беріңіздер. Сол кезде ешкімге қарыз болмайсыздар, ешкімге алақан жаймайсыздар, байқуатты өмір сүресіздер. Менің қарызым, кредитім жоқ, өмірі қарыз алып көрмеген адамын, иншаллах. Сіздер де бай болыңыздар.